Байлықтардың үлкен бағанасы қол ақыл. Дәрменсіздіктің ең үлкені ақмақтық. Қорқыныштардың ең қорқыныштысы менмендік. Ал ұрпаққа қалдыратын ең жақсы мұра жақсы мінез құлық. Ақмақпен дос болудан сақтан. Ол саған пайдасын тигіземін деп, зиянын тигізеді. Арамзамен дос болудан аулақ бол, өйткені ол сізге қажет болған кезде көмектеспейді. Жаман адамдармен дос болудан сақтан. Өйткені ол сені арзымаған зат үшін сені сатып кетеді. Және өтірікшімен дос болудан сақтан. Өйткені ол мираж сияқты, алысты жақын етіп көрсетеді. Жақынды сенен алыстатады. Раббыңа шүкіршілік ет, және нәпсіңнің құлы болма. Алланың берген барлық нығметтері сенікі деп ойлама. Нәпсіңді өлтір, әйтпесе, ол сені өлтіреді. Әр перғауынға мұса, әрбір түнекке нұр табылады. Сеніміңді пұтқа айналдыр. Дүниеге келген және соңғы баратын сапарыңды ұмытпа. Өйткені дүние елес, алып жатқан тынысың. Басып жүрген топырағың, ішкен суың, сізді жылытып жатқан от, мұның бәрі арман. Бәрі мәңгі деп ойлама. Кім-кім мұндай ойға барса, міндетті түрде оянады. Сұлтан болсаң да ешқандай пайдасы жоқ. Ақиқат теңізінде барлығы су болады. Қалғанының барлығы бір уыс топырақ.